Баршаңызға сәлем. Бұл мақалдың шын мағынасын білесіз бе? Алтын көрсе періште жолдан таяды деген мақал адамның дүниеге деген құмарлығының өте күшті болатынын меңзейді. Бұл сөз адамның әлсіз тұсын көрсететін астарлы ойдан туған. Алайда бұл мақалдағы періште сөзі шынайы мағынасында емес, адам мінезін бейнелейтін салыстыру ретінде қолданылған. Періште Алла тағаланың нұрдан жаратқан ардақты құлдары. Олар күнәдан пәк, нәпсіге ермейді, жынысы жоқ, тамақ ішпейді, ұйықтамайды, тек қана жаратушының әмірін бұлжытпай орындайды. Сондықтан шынайы мағынада періште алтынды көріп, дүниеге қызығып, тура жолдан тайып кетуі мүмкін емес. Бұл мақал адам табиғатын көрсету үшін айтылған. Адамның байлық пен дүниеге деген құмарлығы өте күшті болатынын білдіреді. Алтын тек ақша немесе байлық емес, ол пайда, атақ, даңқ, мансап, дүние, мүлік деген ұғымдарды білдіреді. Мақалдың астарында егер адам алдында үлкен пайда тұрса, тіпті өте адал адам да нәпсісіне еріп кетуі мүмкін деген ой жатыр. Яғни дүние қоңыздық адамның мінезін өзгертіп, оны тура жолдан тайдыруы мүмкін. Өмірде адам адал болып көрінуі мүмкін, бірақ сын сағаты келгенде пайда мен байлық алдында адамның шынайы мінезі байқалады. Кейбір адамдар дүние үшін достықты, сенімді, тіпті ар намысты да құрбан етуі мүмкін. Бұл мақал бізге адамның ең үлкен сынағы байлық пен пайда екенін көрсетеді. Бұл мақал адамға үлкен өмірлік сабақ береді. Адам қандай жағдайда да адалдықтан айнымауы керек. Байлық адамдық қасиеттен жоғары тұрмауы тиіс. Нәпсі мен ашкөздік адамды қателікке апарады. Ұлы ойшыл Абай бұл мақалға ерекше пікір білдірген. Абайдың айтуынша, періште күнә жасамайтын, нәпсіге ермейтін жаратылыс. Сондықтан періште алтын көрсе жолдан таяды деу дұрыс емес деп түсіндіреді. Абай бұл сөз адамдардың өз әлсіздігін ақтау үшін айтылуы мүмкін екенін айтады. Яғни адам өз қателігін байлықпен немесе жағдаймен емес, өз мінезімен байланыстыруы керек. Қорытынды, бұл мақал бізге үлкен ескерту жасайды. Адамның шынайы мінезі қиын кезде пайда мен байлық алдында байқалады. Өмірде адаспау үшін адалдықты сақтау, нәпсіні бақылау, ар мен ұятты жоғары қою маңызды. Сол себепті даналар адамды байлық емес, мінез тәрбиелейді деп айтқан. Адалдық кез келген байлықтан жоғары. Нәпсіге ерген адам ақиқаттан алыстайды. Байлық адамның шынайы мінезін көрсетеді. Дүние сынақ, ал ар қорған. Даналық сөз өмір жолындағы шамшырақ. Осы мақалдың мағынасын түсінген адам өмірде үлкен қателіктен сақтана алады. Осындай қазақ даналығы мен тәрбиелік мәні терең мақалдарды бірге талқылағыларыңыз келсе, арнаға жазылып, видеоны бөлісуді ұмытпаңыз. Назарыңызға рахмет, сау саламатта болыңыз.